Бүгінгі сабақта көптің сұрауы бойынша алаш аманатын үйренетін боламыз. Ең алдымен күйдің толық нұсқасын тыңдайық. Ерекшелігі теріс бұрауда орындалады және орама қағыс қолданылады. Яғни орама қағыс дегеніміз музыкалық тілде триоль деп аталады. Яғни ең басында төкпе күйде біз қолымызды дөңгелетіп ұстадық қой, алма ұстағандай. Енді соны мылтыққа ұқсатамыз. Яғни сұқ саусағымызды төмен қағамыз, бас бармағымызды жоғары, сұқ саусақты жоғары. Қайталаймыз. 1, 2, 3. Төмен, бас бармаққа жоғары, сұқ саусаққа жоғары. Сонда тез ойналғанда 1, 2, 3, 1, 2, 3. Міндетті түрде үйде осыған бөлек дайындалыңыздар. Бірінші кіріспені талдайтын боламыз. Бірінші саусағымыз екінші нүктеде. Төмен, төмен, жоғары, төмен. Қанекей тағы да қайталаймыз. Дәл осы ырғақты үшінші нүктеден қайталаймыз. Төмен, төмен, жоғары, төмен. Сосын үшінші саусағымыз үшінші нүктенің астында. Төмен, төмен, жоғары, төмен. Дәл осыны шынашақ саусақты төртінші нүктеге алып келеміз. Қайтадан үшінші саусаққа және бірінші саусаққа төмен, үшке жоғары, беске жоғары. Қанекей енді барлығын қосамыз. Үшінші нүктеге, үштің асты, төртінші нүкте, қайтадан үш, үшінші нүктеге бірінші саусақпен төмен, жоғары, жоғары. Тез ойнағанда қайтадан басына ораламыз. Дәл осы ырғақпен. Дегеннен кейін шынашақ саусағымыз бесінші нүктеге барады. Дәл сол ырғақпен. Қайтадан төртінші нүктеге үшпен. Бірінші саусақпен үштің астына төмен, төртке жоғары, беске жоғары. Қаймыз тағы да. Ал енді ырғақ қарапайым қағысқа ауысады, яғни төртінші саусағымыз бесінші нүктенің астында. Төмен, жоғары, бірінші саусағымыз төртінші нүктеге жоғары. Қанекей тағы да төмен, жоғары, жоғары. Енді бесінші саусақпен, шынашақпен бесінші нүктеге төмен, жоғары, үштің астына бір. Содан кейін үшінші саусақпен төртке келеміз. Төмен, жоғары, бір, үшінші нүктеге төмен, жоғары, жоғары. Қайтадан төртінші нүктеде төмен, жоғары, үшке барамыз. Сосын мына жерде екі рет қайталаймыз қағысты. Төмен, жоғары, жоғары, төмен, жоғары, жоғары, төмен, жоғары, жоғары. Енді тура манағыдай ойнаймыз, бірақ кішкене өзгеріспен. Манағы жерге қайтып келеміз. Төмен, жоғары, жоғары, төмен, жоғары. Бесінші нүктеде бірінші саусаққа ауысамыз. Қағысы төмен, бестің астына жоғары, арасы бір періне жоғары. Және жетінші нүктеде төмен, төмен, жоғары, төмен. Қайтадан қайталаймыз. Жоғары, жоғары. Тез ойнағанда бұлай болады. Бүгін тек қана кіріспе бөліміне тоқталдық.
Сондықтан көбірек дайындалыңыздар, түсініксіз болса жазыңыздар. Егер видео сабақ ұнап жатса бөлісіп қойыңыздар, пікірлеріңізді аямай қалдырыңыздар.